Барлық киносүйер қауымға сәлем. Бүгін біз Қытай елінің «Как долго продлится наша любовь» фильміне шолу жасайтын боламыз. Хан кино канал сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Сяо Сяо есімді қыз жылжымайтын мүлік компаниясына, орысша айтсақ, свидание вслепую кездесуге келеді. Және ер адамдарға қосымша үй сатып алуды ұсынады. Фирма қызметкері оған осы мақсатқа жетуге көмектеседі. Бірақ барлық кездесулер сәтсіз аяқталады. Осы уақытта Люминг атты жігіт жылжымайтын мүлікті дамыту компаниясының директорына осы жер учаскесін игеру жобасын мақұлдауға тырысады. Бірақ директор оның идеясын құптамайды. Сяо Сяо тағы бір жігітпен кездеседі, бірақ бұл кездесуде жігіт оны 30 мың юанға алдап кетеді. Люмин дәретханада өз бастықтарын тақырға отырғызбақшы болған фирманың екі қызметкерін әңгімесін естіп қалады. Люминді ұстап алып, оның өз жобаларының инвестор болуды ұсынады. Ол болса ешкімге тіс жармауы тиіс. Екеуі бір-біріне ұқсас көшелерде келе жатыр. Олар өз пәтерлерінен оғаш нәрселерді байқай бастайды. Сяо шомылып жатқанда Люмин раквенаның ішінен оның дене жуғышын тауып алады. Ал оның шаш кептіргішінен Люмин стаканға салған құм ұша бастайды. Бір түрлі нәрселер түнге дейін жалғасады, және екеуі ұйықтап жатқанда олардың пәтерлері бірігіп, таңертең екеуі қосылған бір төсекте оянады. Сяо бейтаныс адамға бірден шабуыл жасап, оны қуып шығуға тырысады. Ол болса, оны тек оның үйінде не істеп жатқанын сұрайды. Екеуі пәтерлерін бір үйге біріккенін байқайды. Бірақ бұл ең оғаш нәрсе емес. Әр бөлмедегі терезенің сыртында ауа райы әртүрлі. Олардың есіктері де қосылып, Люминнің есігін ашса, олар 1999 жылға түседі, ал Сяоның есігін ашса 2018 жыл. Олар бір уақытта есікті ашуға тырысады, бірақ пәтер оларға мұны істеуге мүмкіндік бермейді, және кішірейе бастайды. Өздеріне келіп алғаннан кейін олар өз заттарын жинастыра бастайды. Люмин 1999 жылы жасалған кішкентай Сяоның рамкасын сындырып алады. Ол оны 1999 жылға баруға шақырады. Бірақ ол мүмкін болмайды. Өйткені олар өз есіктерін өздері ашуы тиіс. Ол есікті өзі ашып, Сяоны өз заманына шығарады. Сяо өзінің ескі үйіне келіп, кішкентай кезіндегі әкесімен бірге жүрген өзін көреді. Сяоның жігіттермен кездесудегі барғандағы негізгі мақсаты осы үйді қайтарып алу еді. Өз-өзіне тым жақындағанда жер сілкінісі басталып, Лу оны алып кетеді. Үйге оралғаннан кейін Лу оны 2018 жылға апаруды сұрайды, және ол жылжымайтын мүлік магнаты болдым деп үміттенеді. Бірақ ол оған интернеттен өзін іздеуді сұрайды. Сяо Луға көшіп кетуді ұсынады, бірақ ол таңғалып, неге ол көшу керектігін сұрайды. Осылай ырылдасып, ақырында бірге тұруды шешеді. Кешке екеуі де әртүрлі уақыттағы нәрселерге таңғалып отыр. Осы кезде бір ғалым жұмбақ байға олар ашқан уақыт дәлізінің қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп жатыр. Дәліздің уақытша екенін, оның қайда екенін білмейтінін, бай мен оның командасы оны тауып болашақтың технологиясын ұрлауы керек. Бірақ бір проблема бар. Портал өткен шаққа ашылған болатын. Түнде екеуі ұйықтай алмайды. Сяо әкесінің 19 жыл бұрын қайтыс болғанын, апат болып күйіп кеткенін айтады. Люмин өзінің бастығын подставить еткісі келетін қызметкермен қайтадан сөйлеседі. Бірақ Люмин оның инвестор болу ұсынысын қабылдағысы келмей, тағы да ойлануға уақыт сұрайды. Сол күні Сяо зергерлік дүкенде жұмыс істейді. Ол жерге бұрынғы мектептегі досы келеді, және менеджер құрбысына бұл дүкен Сяоға тиесілі деп көрсетеді. Сяо сәтті тұрмысқа шыққанын айтады. Ал құрбысы болса Сяоны күйеуімен кешкі асқа шақырады. Ол Люминді оған көмектесуді сұрайды. Кеште Люмин магнаттың рөлін ойнауы керек. Бірақ әрине одан ештеңе шықпайды. Мектептегі досы оған күле бастайды. Үйге келіп, Сяо жылап алады. Ұлы болса оны жұбатпақшы болады. Қыз одан шоколадный торт сұрайды. Жігіт оны өз қолымен пісіріп береді. Олар өз өмірлерін өзгертуді шешеді. 2018 жылы олар 1999 жылғы лотерея ұтысы жөнінде біліп, лотерея ойнайды. Жеңіске жетуді күтумен олар әртүрлі уақыт кезеңдерінде көңіл көтере бастайды. Сяо 99 жылда жүрсе, ал Лу 2018 жылдан ләззат алады. Кешке қарай олар қатты мас болып, мейрамханада шарап төлеуге ақшалары жетпейді. Сяо сөмкесін тастап кетеді. Өйткені ертең олар бай болып, чекті төлейтініне сенімді.
Таңертең олар бір төсекте жатыр. Екеуі бір-біріне кәдімгідей бауыр басып қалған. Лу қызды өте әдемі, ал ол оны ақылды деп санайды. Олар сүйіскелі жатқанда естеріне лотерея билеті түседі. Олар әрине жеңімпаз атанады. Бірақ кенеттен олардың қуаныштары сейіледі, өйткені билет толығымен өшіріледі. Болашақта бұндай қадам жүрмейтінін түсінеді. Лу оны жұбатуға тырысады, бірақ Сяо оған ренжіп, ол туралы айтқан барлық жыл сөздерін қайтып алам дейді. Ол оны ақымақ деп атайды. Ол оған жауап ретінде оны кәртауық сияқтысын дейді. Осылай екеуі қырылысып қалады. Бірақ олар экранда басқа Луды байқайды. Ол жылжымайтын мүлік магнатына ақыры айналған, және олар конференцияға баруды шешеді. Сяо бірден оған қатысты айтылған барлық сөздерді қайтып алады. Бірақ Лу конференцияға онсыз барады. Ол өзіне тым жақындағанда тағы да жер сілкінісі басталып, болашақтағы Лу жаңа естеліктерді көреді. Өз кеңсесінде ол сол ғалыммен сөйлеседі. Бай Лу уақыт дәлізін ашқан сол бай адам болып шығады. Енді нағыз Лудың өмір сүруіне қауіп төніп тұр. Күндіз Сяоның жұмысына болашақтағы Лу келіп, оны қымбат ресторанға апарады. Ол бай Люменге айналу үшін оның өмірінен жоғалуы керек. Ол оны қамтамасыз етуге және онымен бірге болуға уәде береді. Бірақ Сяо бұл болашақтағы Люминді ұнатпайды. Алайда ол мәмілемен келіседі, өйткені өткен Лу жоғалып кетуі мүмкін. Үйге келгеннен кейін оның табысты болу үшін кететінін айтады, және де оны жұмыстағы жігіттің ұсынысын қабылдауға кеңес береді. Сяо өзінің ескі үйін алады, ал Лу келісімге қол қояды. Соңғы кездесуде бір-бірін қимай қоштасады. Қызға олардың ажырасуы қатты тиеді. Түнде Лу Амьянды алу үшін мейрамханаға жасырын кіреді, және оған бай Лу кейпінде келеді. Сяо мұны бірден түсінеді, және ыңғайсыз әңгімеден кейін олар сүйіседі. Өйткені олар бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Үйге келгенде Луға телефон қоңырауы келеді. Оны жаңа серіктесі бастығын құртып, одан құтылуды ұйғарады. Олар біржолата апат орнатпақшы. Болашақ Лу оның қалай болғанын есіне алады. Ол кісі өлтіруге араласпай, бай және табысты болады. Бірақ қазіргі Лу Сяоның брелогын байқап, оның әкесі екенін түсінеді. Ол оны құтқарады, және болашақтағы бай Лу мәңгілікке жоғалады. Сяоның әкесі Луға алғысын білдіреді. Осы кезде Сяо сыйлықты қабылдамауды ұйғарып, ақшаны алып картаны тастап үйден шығып кетеді. Сяо мен Лу бір-біріне қарай жүріп келеді. Айналадағы дүниенің қалай артқа қарай жылжып бара жатқанын байқайды. Олар бір-бірімен кездесіп, қатты қуанады. Олар міндетті түрде қайта кездесетініне сенімді. Сяо жоғалып кетеді. Өйткені Лу оның өткен өмірін өзгертті. Осылай бұл фильмде бітеді. Ұнаса арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Келесі көріскенше.